Қайырлы күн қыздар, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айгүл. Бүгін баклажаннан екі түрлі салат жасап үйренеміз. Біріншісін қысқа сақтауға болады. Ең алдымен бізге баклажан, болгар бұрышы және ашты бұрыш, сарымсақ қажет. Алдымен баклажанды дөңгелек формада турап, сыйымдылығы үлкен ыдысқа салып, үстіне 2 ас қасық тұз салып, баклажан 100% суға бататындай етіп су құямыз. Су құйғаннан кейін бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Ащы, тәтті болгар бұрышын және сарымсақты ет тартқыштан өткізіп, сыйымдылығы үлкен ыдысқа салып, отта 30 минуттай қайнатып аламыз. 30 минут өткеннен кейін баклажанды сығып, құрғақ шүберектің үстіне салып, суын сорғытып аламыз. Майды қыздырып, баклажанның екі бетін, яғни әр бетін 3-4 минуттан қызартып қуырып аламыз. Жуылған банкілерге алдымен қуырылған баклажандарды саламыз. Одан кейін болгар бұрышы, ащы бұрыш, сарымсақты бағана ет тартқыштан өткізіп қайнатып қойған болатынбыз. Содан 2 ас қасық құйып отырамыз. Одан кейін қайтадан рет-ретімен баклажан, одан кейін жаңа қайнатылған немізді, дайын қоспамызды құйып шығамыз рет-ретімен. Бұл ашты салат болып шығады, өте дәмді, жегенге егерде қысқа сақтаймын десеңіздер 9%-дық уксустан бір ас қасық қосып жіберіп, жауып жіберсеңіздер болады. Я болмаса әр литрға аспириннен салып жіберіңіздер, сонда атылмайды, қысқа өте жақсы сақталады. Келесі екінші салатты дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге қызанақ, қуырылған баклажан, майонез және сарымсақ қажет болады. Мінекей осыны сарымсақты майдалап, турап, майонезге қосып, араластырып, ең бірінші баклажан, одан кейін қызанақ, одан кейін баклажанды қойып, мінекей осындай салат жасап шығамыз. Өте дәмді, үй жағдайында жасап көріңіздер. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүлектің асханасы.